Сапура Жүсіпова, Шаңырақ Республикалық бірлестігі төрағасының орынбасары. Алматыны қазаққа толтырған Заманбек аға еді. Алматының айналасындағы шағын аудандар мен елді мекендерге қазақтардың қоныстануына бірден-бір себепкер болған адам Нұрқаділов. Қала сыртындағы Думан, Шаңырақ, Бақай, Таукөл аудандарын, Рысқұлов көшесінің төменгі жағындағы, Әл-Фарабидің жоғарғы жағындағы ең жерлердің бәріне қазақтардың қоныстануы Нұрқаділовтың кезінде басталды. Бірде ол мені шақырып алып, баспанасы жүрген қазақтарды қала сыртына қоныстандыруға жағдай жасайтын шешім дайындауды тапсырды. Біз шұғыл арада 17 шешім дайындап, 15 мың қазаққа жер беруге негізі бар құжатты Зәкеңнің алдына қойдық. Ол менен бәрі дұрыс па деп сұрады. Мен әрине дұрыс деймін. Зәкең дұрыс екенін біліп отырмын. Бәрі қазақ па дегенім ғой деп маған жымия қарады да шешімнің шекесіне бекітілсін деп көстейте қол қойды. Сондағы Зәкеңнің рахаттана қол қойған бейнесі әлі күнге көз алдымнан кетпейді. Осы күнге дейін Алматыны басқарған қай басшы қазаққа Нұрқаділов жасаған жақсылықтың тым құрғанда жұрнағын жасады екен. Ешкімі жоқ, барлығы Ақорданың арнынан қаймыққан қорқақтар. Алматы қаласында сол кезде 8 аудан болған. Оның 6-ауының паспорт столының басшылары орыстар еді. Зәкең соның бәрін қазаққа ауыстырды. Сонда айтқан еді: басшысы қазақ болса, Алматыға бұрынғыдан 1-2 қазақ көп қоныстанатын шығар. Мейлі, оларда паралар, бірақ қазақ қой. Қазақ қазақтың көзін шұқымас деп. Бұрын Алматыда 24% ғана қазақ болса, Зәкең қаланы басқарған жылдары бұл көрсеткіш 43%-ға көтерілді. Тәуелсіздіктің бастапқы жылдары Қазақстаннан шетелге көшкен өзге ұлт өкілдері көп болды ғой. Сонда марқұм Заманбек ағаның үй басқармалары мен техникалық инвентаризация бюроларына қатысты шығарған құпия қаулысы болды. Қаулыда Ресейге, тағы басқа мемлекеттерге көшкен ұлт өкілдерінің үйлері мен пәтерлерін тек қазақтарға ғана сатуға жағдай жасау керек деп жазылған тармақ болғанын өз көзіммен көрген едім. Сол қаулыны осы күнге дейін сақтап жүрген азаматтар бар арамызда. Кейде ұлттық орыс басшылар қол астындағы қазақ қызметшілеріне кет деп ұрысса, Зәкең айғайлап: ол қайда кетеді? Кетсең сенің Ресейің, Мәскеуің бар, ал қазақтың Қазақстаннан басқа қай отаны бар дейтін. Заманбек Нұрқаділов билікте адал, өмір бойы таза өтті. 1994 жылы болатын. Назарбаев екеуі ара-тұра ұстасып қалып жүрген кез еді. Бір күні бізді жинап алып, мен демалысқа кеттім, жұмыстарыңды өздерің істей беріңдер деді. Бәріміз үйімізге кетіп қалғанбыз. Кешкі сағат 7 кезінде жұмыстан хатшылар қоңырау шалады. Тез жиналыңыздар деп. Барсақ, Назарбаев Зәкеңді қызметінен алып, орнына Шалбай Құлмақановты қойыпты. Сөйтсе, Нұрқаділовты сол кездегі премьер-министр Сергей Терешенко сатып кеткен көрінеді. Бірнеше күннің алдында ғана Зәкең Терешенкомен сөзге келіп қалған болатын. Терешенко сол кезде Зәкеңнің барлық сөзін диктофонға жазып алыпты. Оны Назарбаевқа тыңдатыпты. Сол кезде Назарбаев Зәкеңді алып тастаудың амалын таппай жүрген болатын. Сол күні түнде Мақпал телефон шалды. Тезірек келші дейді. Қасыма 1-2 Зәкеңші жігіттерді ертіп, түнделетіп үйіне бардық. Үйге кіріп сөйлесе келе ұққанымыз, Зәкеңе Назарбаев телефон соғып: сенің орныңа Құлмақанов келеді, кабинетіңе бар, сол жерде жұмысыңды тапсырып бересің деген көрінеді. Оған Нұрқаділов: бармаймын, менсіз істей беріңдер білгендеріңді депті. Сөйтіп, Назарбаев пен Нұрқаділов телефонда бірін-бірі аямай боқтапты. Мақпал соны естіп алып қорыққаннан көз жасына ерік беріп отыр екен. Сондағы Мақпал екеуінің отырған үйлері әкімдіктің резиденциясы болатын. Онда ыстық суда жоқ еді. Қызметтен босаған соң үйден де шықты. Баратын жері болмай бір таныс жазушының саяжайында тұрды. Қазіргі Мақпал отырған үй сол саяжайда отырғандарында салынды ғой. Зәкеңнің тазалығы, қазіргі жемқорлар сияқты дүние мүлік жинамаған адалдығы содан-ақ көрініп тұрған жоқ па? Қазір ойласам, сол жылдары Зәкеңнің қарамағында қызмет еткен бөлім қызметкерлерінің көбі қызметтерін пайдаланып жағдайларын түзеп алыпты.
Тек Сәкен ғана заман өзгермейді деп ойлады екен, жеке меншігіне бір бұрау темір де жаздырып алмапты ғой. Сәкен адам қолынан жазым болды. Уақыт өте келе оның сыры ашылады. Ақ пен қара айқындалады. Қазірше бұған басы артық пікірдің қажеті шамалы. Дегенмен оның артында қалған жесірі Мақпалдың еңбегін ескермеуге болмас. Ол жесірі ретінде күйеуінің өлімін жоқтап қана қойған жоқ. Бүгінге дейін Сәкеннің тау тұлғасын төмендетпей келе жатыр. Әнін арнайды, концертін береді, артын жоқтайды. Ал ұлы ше, әкесі оққа ұшқан күннің ертесінде бұл жеке біздің отбасымыздың трагедиясы. Мұнда ешқандай саясат жоқ деп сөйледі. Тым болмағанда ұлының үндемей қалуына да болатын еді ғой. Оған да жарамады. Сәкеннің өлімінде қалай саясат болмасын. Саманбектей қазақтың өр тұлғалы азаматы өзін өзі 3 рет атып өліпті дегенге бесіктегі сәби сенем екен. Құдай-ау, солайда жұртты алдайды екен ғой бұл жазғандар. Саманбек пен Алтынбек қаза болғаннан кейін үкімет қаулы шығарған. Қаза болған саяси құрбандарға 5 жылдан кейін атын атап тиісті шаралар жасауға. Міне, Сәкеннің қайтыс болғанына биыл 5 жыл толды. Бірақ қаулыны қарап жатқан үкіметті көрген жоқпыз. Дегенмен, мұны саяси партиялар қолға алуға тиіс. Саманбек батыр атаусыз қалмауы керек. Топтаманы дайындаған Жұқамыр Шөке, 2010 жыл. Осы жерде бір айта кететін маңызды мәселе, Сапора Жүсіпова апамыздың бұл естелік әңгімесі 2010 жылы жазылған. Ал қазіргі уақытта Саманбек Нұрқаділовтің ұлы Қайрат Нұрқаділов осы болған оқиға жөнінде өзінің пікірін айтып жүр. YouTube желісінде Нұрсейіт Жылқышыбайға берген сұхбаттары бар, көрсеңіздер болады. Саманбек ағамызды Алла рахымына бөлесін.